Баршаңызға сәлем. Бүгін Аянаттың асханасында өте дәмді, тойымды түрік гарнирмен жасалатын, үлкенге де, кішіге де ұнайтын ыстық тағам дайындайтын боламыз. Дәл қазір видео рецепті соңына дейін қарау үшін каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Қазанға немесе үлкен кастрюльге сұйық майды құямыз. Сұйық май қызғаннан кейін туралған етімізді саламыз. Етті жақсылап суы тартылғанша қызартып қуырамыз. Етіміз біраз қуырылғаннан кейін аздап су құямыз, татымына қарай тұз қосамыз. Қақпағын жауып, баяу отта ет піскенше қайнатамыз. Осы уақытта гарнир дайындаймыз. Үлкен табаға аздап сұйық май құямыз. Вермишель, яғни майда вермишель паутинканы салып қызарғанша қуырамыз. Вермишель қуырылғаннан кейін жуып тазаланған күрішімізді саламыз. Вермишельге қарағанда күрішті көптеу қосамыз. Екеуін тағы да біраз майда қуырамыз. Міндетті түрде майда қуырамыз, себебі біздің гарниріміз бір-біріне жабыспай шашырап пісуі керек. Аздап татымына қарай тұз қосамыз. Қаласаңыздар дәмдеуіштер қосуға болады. Енді қайнаған ыстық су құйып, баяу отта 15 минут пісіреміз. Біздің етіміз пісті, суы тартылды. Енді пияз қосамыз. Пияз жұмсарғанша қуырамыз. Пиязымыз жұмсарып қуырылғаннан кейін туралған сәбіз қосамын. Қаласаңыздар өздеріңіз ұнататын кез келген көкөніс түрлерін қосуға болады. Келесі кезекте қызанақ саламын. Менде қатырылған қызанақ. Сондықтан қызанақтың біраз жұмсарғанын күтемін. Болгар бұрышы, жасыл бұршақ, яғни зеленый горошек, консервіленген жасыл бұршақ түрінде қосуға болады. Мінекей біраз араластырып, тағы да орташа отта қуырамын. Біздің қуырмашымыз дайын болып қалды. Енді дәмдеуіштер қоссақ болады. Мен кориандр қосамын. Майдалап туралған сарымсақ саламын. Суға қызанақ пастасын араластырып, үстінен құямын. Қайнағанын күтеміз, баяу отта шамамен 15-20 минут қайнатамыз. Біздің тамағымыз дайын. Енді гарнир мен подливті бірге өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Өте оңай дайындалады. Дәмі өте дәмді, үлкенге де, кішіге де ұнайды. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, төменге пікір жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта шығатын видео рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен болған Аянат.